Сәлем қыздар, сіздермен бүгін балмұздақ дайындайтын боламыз. Үй жағдайында жасалу жолы өте оңай. Қазір жаз мезгілі болған соң балалар күнде мороженое сұрайды. Сол үшін осы видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең қарапайым заттардан жасалады, қол жетімді нәрселерден. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Ең бірінші, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге керегі жақсы піскен банан керек. Қатты болмау керек, сырты жасыл бананды пайдаланбаған жөн. Іші сап-сары, осылай түсі сары болып, қоңырла болып түсін өзгертіп жатқан бананды пайдалансаңыз, сіздің мороженеңіз өте дәмді болып шығатын болады. Өйткені мороженеміздің дәмді болып шығуы осы тікелей бананға байланысты. Ең жақсы піскенін таңдап алыңыз. Осылай жұқалап кесіп аламыз барлық бананымызды. Мен бұл жерде 2 бананды пайдаландым. Сіздердің одан да көп пайдалансаңыздар болады. Осылай тақтайдың бетіне немесе кез келген ыдысқа осылай стричті қойып немесе салафанға бананның барлығын тізіп шықсаңыздар болады. Өйткені морозилкеге салғаннан кейін банандарымыз мұздағаннан кейін алуға оңай болады. Сол үшін осылай салафанның үстіне жайып шыққандарыңыз дұрыс. Мен кешке қарай жасап, бір түнге морозилкеге банандарды салып қойдым. Ешқандай дәмін жоғалтпайды, өте дәмді жақсы болып қатқаннан кейін, мен бұл жерде үйде кішкене вишня болғаннан кейін оларды да үстіне қойып қатыра салған болатынмын. Енді барлығын жеке-жеке алып, езіп алатын боламыз. Мен бұл жерде 2 түрлі мороженое жасайтын боламын. Ең бірінші кішкене бөлігін алып, банандарды салып, ең бірінші мороженое бананнан болады. Сол үшін жартысын ғана салып, езіп алатын боламын. Банандарымыз однородный масса болғанша барлығын езіп алатын боламыз. Барлығы араласып болғаннан кейін 4-5 минутта біздің мороженеміз дайын болады, қыздар. Түсі өте әдемі, дәмі керемет болып шығады. Қоюлығы, консистенциясы бәрі дәл мороженедікіндей болып шығады, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл біздің бірінші мороженеміз бананмен жасалған. Ал егер де қандайда дәмін өзгерткілеріңіз келсе, үстіне какао қосып жіберсек, шоколадты мороженое жасасаңыздар болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Ал енді екінші мороженемізді жасаймыз. Кішкене банан қосып, үстіне вишняларды мен тазалап алдым. Ішіндегі дәнектерін алып тастап, банан мен вишняны қосып, жақсылап араластырып алдым. Сол кезде міне дәл осындай консистенцияда біздің мороженеміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай өте қою, дәмі ерекше болады. Қыздар, бұл жерде өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мороженейдің дәмін өзгерте берсеңіздер болады. Кез келген жеміс-жидекті қолдансаңыздар болады. Ананасты, клубниканы, кивиді қосып араластырсаңыздар, неше түрлі дәммен мороженелер жасауға болады. Ол тек өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Ең бастысы, ешқандай қантты да, сливкиді да пайдаланбайсыз. Бір ғана ингредиенттен осындай әдемі мороженое жасауға болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, қазақша футболктың дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, тегін лайктарыңызды аямай, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы рецептімен өздеріңіздің жақындарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздер үшін өте көптеген рецепттерді түсіретін боламын. Келесі рецепт өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Назарларыңызға рахмет.